Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Сіздермен бірге Essential Education білім беру жобаларын құрастыру орталығы және де менің есімім Қалиев Берік Рамазанұлы. Сіздермен бірге бүгін теңдеу құруға арналған шартты есептермен жұмыс жасайтын боламыз. Ендеше бірінші есептен бастайық. Бірінші есебіміз. Бірінші толықтай дұрыстап оқып алайық. Сыныпта ұлдар мен қыздар оқиды, барлығы 30 адам. Егер әрбір бала 5 килограмм, ал әрбір қыз 3 килограмм бауырсақ алып келсе, онда барлық оқушылар 122 килограмм бауырсақ әкеледі екен. Сыныпта қанша ұл бар? Бұл типтес есептерді қалай шығару керекпіз? Құрметті оқушылар, назар аударайық. Барлығы 30 адам. Әрбір бала 5 килограммнан, сонда балалар 5 килограммнан алып келсе, 5 килограммнан, ал әрбір қыз 3 килограммнан алып келсе, онда барлық оқушылар барлығы 122 килограмм алып келетін еді. Осындай есептерді қалай шығару керекпіз? Орысша айтқанда доказательство от противного дейді. Осыған сәйкес біздер ойланып көрейік. Егер де сыныптағы оқушылардың 30 баланың 30-ның барлығы ұл болса, онда не болатын еді? Онда 30 баланың ұлдардың барлығы 5 килограммнан алып келетін еді. Себебі 30 адамның 30-ы да ұл бала деп ойладық. Сондықтан біздер максимум табамыз. Қазір бірінші 30 баланың барлығы ұл деп ойлап 5-ке көбейтеміз. Сол кезде негізінде 150 килограмм бауырсақ жиналу керек. Бірақ біздер білеміз, 122 ғана килограмм бауырсақ жиналған болатын. Яғни осы біздің тапқан 150 килограммымыз бұл мүмкін болатын максимум. Егер барлық бала 5 килограммнан алып келсе, барлық 30 оқушының барлығы ұл болса, 150 килограмм жиналу керек. Яғни барлығы ұл деген емес, ішінде қыздар да бар деген сөз. Сондықтан осы біздің тапқан максимумымызбенен біздің қазіргі берілген 122-ның арасындағы айырмашылықты табамыз. Осы айырмашылық бізге қаншаны береді? 28-ді береді. Яғни бұл 28, құрметті достар, мән береміз. Біздің тапқан максимумымыз бен қазір бізде бар максимумымыздың арасындағы айырмашылық. Енді балалар мен қыздардың арасындағы айырмашылықты табамыз. Бір баланың алып келетін 5 килограмм мен бір баланың алып келетін, бір қыздың алып келетін 3 килограммның арасындағы айырмашылықты табамыз. Яғни 5-тен азайтамыз 3-ті, білеміз 2 болады. Енді 28 дегеніміз 2 максимумның арасындағы айырмашылық, ал мына 2 дегеніміз бұл бір бала менен бір қыздың алып келетін бауырсақтарының арасындағы айырмашылық. Осы айырмашылықты мына айырмашылыққа бөлеміз, 28 бөлеміз 2-ге. Сол кезде бізде 14 деген шығады. Енді былай ойланайық. Ең басында біздер барлығын балалар деп ойладық, сол кезде 150 шықты, 150 дегеніміз біздің 122-ден көп дедікті, яғни қыздар да бар деген сөз. Қыздардың қанша екенін табу мақсатында біздер екінші максимум менен осы максимум менен 122-ның арасындағы айырмашылықты бір бала менен бір қыздың арасындағы айырмашылыққа бөлдік. Сол кезде бізде 14, бұл біздегі қыздардың саны. Қыз, 14 қыз, яғни 30 оқушының 14-і қыз болса, қалған 16-сы ұл деген сөз. Тексеріп көрейік ендеше. Егер 16 ұл болса, 16 ұл барлығы 5-5-тен 16-ны 5-ке көбейтеміз, қанша? Әрине 80 килограмм алып келу керек. 80 килограмм тек қана ұлдардан жиналу керек. Ал егер де қыздардың әрқайсысы 3 килограммнан алып келсе, сонда 14 қыз 3 килограммнан алып келсе, қанша болады? Дұрыс айтасыздар, 42 килограмм алып келу керек болады. Сонда 80 менен 42-ні қоссақ, барлық оқушылар шын мәнісінде 120 шығады екен. Біздің есебіміз дұрыс болды. Түсінікті ғой, ең алдымен барлық оқушыларды ұл деп ойлаймыз. Сол кезде біздің 150-міз шықты. Бұл біздің максимумымыз, мүмкін болатын ең үлкен жағдай. Осы менен біздің қазір бізде берілген 122-ның арасындағы айырмашылықты таптық. Бұл міне 28 шыққан болатын. Осы 28-ді қоя тұрамыз. Бір баланың алып келуге тиісті килограмм бауырсағы менен бір қыздың алып келуге тиісті килограмм бауырсағының арасындағы айырмашылықты, яғни 2-ні таптық міне. Осы 2 айырмашылықтарды бір-біріне бөлген кезде, ең басында біздер барлығын балалар деп ойлағандықтан, бізде шығатын бірінші есеп бұл қыздардың саны. Содан кейін барып, қалғаны 30-дан 14 азайтқан кезде 16 ұлдың саны шықты. Есебіміз осымен шықты. Сонымен, қымбатты достар, келесі есебіміз өте оңай. Бірінші оқып алайық. Дүкенге қызыл және жасыл алма әкелінді. Қызыл алма жасыл алмадан 1,6 есе көп,
егер дүкенге барлығы 31,2 килограмм алма келсінше, қызыл алмалардың санын табыңыз. Яғни бізге берілгені бойынша міне қызыл алма және де жасыл алма алып келінген екен. Қызыл алманы Q деп жазайын, жасыл алмаларды Ж деп жазайын. Қызыл алмалар жасыл алмадан 1,6 есе көп. Қызыл алманың да саны белгісіз, жасыл алманың да саны белгісіз, сондықтан жасылды біздер өзіміз үшін X деп аламыз. Ал қызыл, жасыл қанша болса да содан 1,6 есе көп болу керек, яғни 1,6-ны X-ке көбейтеміз. Егер дүкенге барлығы 31,2 деген сөз, бұл барлығы, яғни қызыл менен жасыл алмалардың қосындысы 31,2 болса, онда әрбір алмалардың санын табу керекпіз. Яғни қызыл алмаларға 1,6 X-қа, жасыл алмалардың санын X-ті қосатын болсақ, бізде барлық алмалардың массасы, яғни 31,2 шығу керек. Екеуін бір-біріне қосамыз, 2,6 X шығады. Тең болады 31,2 дейміз. Енді X-ті табу үшін 31,2-ні бөлеміз 2,6-ға. Әрине білеміз, үтірден кейін бір сан, мынада да бір сан болғандықтан үтірлерді жылжытып 312-ні 26-ға бөлеміз. 312-ні 26-ға бөлу үшін бұлай 31-ден аламыз. 31-дің ішінде 26, 31-ден 26-ны азайтатын болсақ 5 қалдық қалады, 52 қалады. Содан кейін 52-ні 26-ға бөлсек 2. Яғни 12 дегеніміз бұл X-тің мәні. Мына X-тің мәні 12. Яғни тек қана біздер жасыл алмалардың санын табу, алмалар 12, қызыл алмалардың санын табу үшін осы X-імізді 1,6-ға көбейту керекпіз. Қызыл алмалардың санын табу үшін 1,6 12-ге көбейтіліп тұр. Яғни 1,6-ны көбейте салайық. 6-ны 2-ге көбейтеміз, 12 бір ойда, 6-ны 1-ге көбейтеміз, 6 бір ойдағысымен 7. 1-ді 2-ге көбейтем 2, 1-ді 1-ге көбейтем 1. Сонда 2, 9, 1. 192 килограмм бұл. 192 емес, кешіріңіздер. Мына жерде үтіріміз бар, үтірімізді қоямыз. 19,2 килограмм бұл қызыл алмалардың саны болады. Сонда мынау қызыл алмалар, мынау жасыл алмалар, мынау қызыл алмалардың саны. Сонымен келесі есеп. Жарысқа 117 спортшы қатысты. Оның ішінде ұлдар қыздарға қарағанда 39-ға артық. 39 есе деп тұрған жоқ, 39-ға. Жарысқа қанша ұл және қанша қыз қатысты. Барлығы 117 спортшы деген сөз, яғни 117 спортшымыз, оның ішінде ұлдар және қыздар болып бөлінеді. Ұлдар және қыздар. Ұлдар қыздарға қарағанда 39-ға артық, яғни қыздардың саны белгісіз. Ал ұлдар осы белгісізден 39-ға артық дейді. Есе деп тұрған жоқ, сондықтан біздер қосуды пайдаланамыз. Яғни қыздардың саны X, ұлдардың саны X қосылған 39. Жарысқа қанша ұл және қанша қыз қатысты. Осыған дейінгі есепке ұқсайды, бірақ та көбейтудің орнына біздер қосуды қолданып отырмыз. Енді қараймыз, ұлдардың санына, яғни X плюс 39-ға қыздардың санын қосатын болсақ, барлық спортшылардың саны, яғни 117 шығу керек. Қыздардың санын деген орнына X-ті қоямыз. Яғни мына X пенен мына X-ті қосатын болсақ 2X плюс 39-ымыз теңдіктің мына жағына минус 39 болып кетеді. Яғни 117-ден 39-ды азайту керекпіз. 117-ден азайту керекпіз 39-ды. 7-ден 9 алынбайды, 17-ден 9 азайтамыз 8, 10-нан 3 азайтамыз 7. Яғни 78 шығады. X-ті табу үшін 78-ді 2-ге бөлеміз, 7-ден аламыз. 7-нің ішінде 3 рет бар, сосын 18 қалады 9. Яғни X дегеніміз 39-ға тең екен. Қыздардың саны 39. Мынау шықты 39. Ал ұлдардың санын табу үшін 39-ға 39 қосамыз, әрине 78 шығады. Ең соңында тексеріп қарасақ, ұлдарға 78-ге мына 39-ды қосатын болсақ, шынымен де 117 шығады екен. Сонымен қымбатты достар, келесі есебіміздің ешқандай қиындығы жоқ, тек қана есепті дұрыстап оқысақ, әрбір сөзге жеке-жеке мән беретін болсақ, есебіміз міндетті түрде шығады. Екі сөреде 12 кітап тұрды, екінші сөреге 2 кітап ауыстырылып, сөрелерде кітаптар тең болды. Бастапқыда әр сөреде қанша кітап тұрды дейді. Ең басында екі сөреде 12 кітап тұрды. Бірінші сөрені А деп алайық, екінші сөрені Б деп алайық. Ең басында екі сөреде 12 кітап тұра береді. Мысалға, бірінші сөредегі кітаптар санына екінші сөредегі кітаптар санын қоссақ, яғни 12 шығады деген сөз. Енді бірінші сөреден екінші сөреге 2 кітап ауыстырылды. Яғни бірінші сөреден біздер 2 кітапты алдық та, екінші сөреге қостық. Мына жақтан 2 кітапты алып, мына жаққа апарып қостық. Дұрыс қой. Сол кезде сөрелердегі кітаптарды саны тең.
осы екеуі теңесті дейді сол кезде. Осы арқылы есепті шығару керекпіз. Яғни біздерде мына жақта аны қалдыратын болсақ, мына -2-міз жақшаның теңдіктің мына жағына плюс болып барады. b қосылған 2 қосылған 2 яғни 4 болады. А дегеніміз бұл b қосылған 4 екен. А-ның орнына, яғни мынаны жазуға болады. b қосылған 4 дегенді А-ның орнына жазсақ болады, себебі А деген тең b қосылған 4-ке. Осы b қосылған 4-ті мына А-ның орнына жазамыз. Сонда b қосылған 4 мына А-ның орнына жазып отырмыз. Қосылған мына b-ні жазамыз. Тең болады 12-ге дейміз. Сонда b менен b бізге 2b-ні береді. Сосын мына плюс 4-іміз мына жаққа минус 4 болып барады. 12-ден 4 азайтсақ 8 болады. Яғни b бұл 4-ке тең. b 4-ке тең болса, a-да 12-ден 4 азайтамыз, a-да 8 деген сөз. Дұрыс қой. Енді ойланып қарайық. a-да 8, b-да 4 кітап тұрды ең бастапқысында. Мына 8 кітап тұрған бірінші сөреден 2 кітапты алып тастасақ, бұл жақта 6 кітап қалады. Сол 2 кітапты мына 4 кітап тұрған сөреге қосатын болсақ, бұл жақта да 6 болады, сол кезде теңеседі екен. Ең басында теңесіп тұрған жоқ, ал содан кейін ауыстырғаннан кейін барып, осылай теңесті. Яғни ең басында бірінші сөреде 8 кітап, екінші сөреде 4 кітап тұрды деген сөз. Өте оңай, да? Сонымен қымбатты достар, келесі есебіміз 6-шы А сыныбында 6-шы Б сыныбына қарағанда 1,4 есе көп оқушы оқиды. Егер 6 бала 6 Адан 6 Б-ға ауысса, онда 2 сыныптағы балалардың саны тең болады. Әр сыныпта неше оқушы бар дейді. Егер де бірден осылай бір рет оқып шығатын болсақ, біздер тек қана есептің мәнісін түсінетін боламыз. Не туралы жазылған, ішінде не деген сөздеріміз бар, не үшін қандай методты қолдану керек, біз соларды ғана білетін боламыз. Сондықтан бір-ақ рет оқып, есеп шықпайды екен деп тастап кетуге болмайды. Енді екінші рет оқимыз. 6-шы А сыныбында 6-шы Б сыныбына қарағанда 1,4 есе көп оқушы оқиды дейді. Яғни А сыныбында Б сыныбынан 1,4 есе көп. Яғни 1,4 көбейтілген Б. А дегеніміз ол Б-дан 1,4 есеге көп дегенді біздер математикалық түрде жаздық. Егер 6 Адан 6 бала 6 Б-ға ауысса дейді. Кішкене жаңылтпаш секілді естіліп, бірақ та қараңыздар, 6-шы А сыныбы бар, және де 6-шы Б сыныбы бар. Осыған дейінгі есеп секілді. 6 Адан 6 бала ауысады. 6 бала мына 6 Адан шығады да 6 Б-ға барып қосылса, онда 2 сыныптағы балалардың саны тең болады дейді. Осы екеуі тең есеп дейді. Осы жерден шығатынымыз, қараңыздар. А-ны қалдыратын болсақ, мына -6, мына жаққа +6 болып барады. Сонда Б қосылған 6 бар, сосын мына -6-мыз +6 болып барады, жалпы 12 болады. Дұрыс қой. Яғни А дегеніміз ол Б қосылған 12 деген шықты. Енді қарай, құрметті достар. Осы А-ның орнына Б плюс 12-ні қосуға болады деп жаздық қой. Мына бірінші теңдеуімізді мына жаққа қайталап жазамыз, бірақ та А-ның орнына Б қосылған 12 деп жазамыз. Мына А-ның орнына біздер Б қосылған 12-ні жаздық. Тең болады 1,4 Б-ға, көріп отырғандарыңыздай соны көшіріп жазамыз. Яғни 12-ні сол жақта қалдырамыз. Мына Б-мызды мына жаққа минус қылдырып алып келеміз. Сол кезде 1,4 Б-дан Б-ны азайтатын болсақ, 0,4 Б қалады. Яғни Б-ны табу үшін 12-ні бөлу керек біз 0,4-ке. Немесе үтірді жылжытамыз. 0,4-ті 10-ға көбейтеміз, немесе 4 шығады. 12-ні 10-ға көбейтеміз, 120 шығады екен. 120-ны 4-ке бөлсек, 30. Яғни Б сыныбындағы оқушылардың санын таптық міне. Б дегеніміз 30-ға тең. Б сыныбында 30 оқушы. Ал А сыныбында қанша бар екенін табу үшін біздер істейміз, 12-ні қосамыз, сонда 42 болады. Енді ойланайық. А сыныбында 42 оқушы бар екен, Б сыныбында 30 оқушы бар екен. Егер де А сыныбынан 42 оқушыдан 6 баланы мына жаққа көшірсек, 42-ден 6-ны азайтамыз, сол кезде 36 оқушы А сыныбында қалады. Жаңағы шыққан 6 бала мына 30 оқушының ішіне кіреді, сол кезде бұл жақта да 36 болады, сол кезде барып теңеседі. Ал бастапқысында бұл екі сыныптың оқушыларының саны тең болған жоқ. Есебіміз шықты, А сыныбында 42, Б сыныбында 30 оқушы. Сонымен, қымбатты достар, келесі соңғы есебіміз ең бірінші есебіміз секілді, бірақ та кішкене өзгерістері бар, сонымен шығаруға көшейік. Тиырде әрбір дәлдеген оқ үшін 10 ұпай есептеледі. Яғни, бір рет дәл межеге тигізіп атсақ, 10 ұпай қосылады екен. Ал әрбір тимеген оқ үшін 5 ұпайдан алынады. 5 ұпай шегеріледі деген сөз. Марат 20 рет атып
140 ұпай жинады, Мараттың қанша оғы дәл межеге тиген деп тұр. Яғни, егер де тиген болса дегенді біздер плюс деп алып көрейік. Міне, тиген болса, онда бізде 10 ұпай қосылады, плюс 10 болады. Ал егер де тимеген болса, онда 5 ұпай алынады, дұрыс қой. Егер тисе плюс 10 болады, егер тимесе минус 5 болады. Марат жалпы 20 рет атты, сол 20 рет атып 140 ұпай жинады дейді. Қанша оғы дәл межеге тиген дейді. Қымбатты достар, осы жерде былай ойланайық. Егер осы Марат 20 рет атып, 20-ның 20-сында тигізген болса, не болатын еді? Онда 20 рет оған 10 оннан қосылып отыратын еді, дұрыс қой. Сонда 20-ны 10-ға көбейтеміз, дәл бағанағы бірінші есеп секілді, онда 200 деген бұл біздің максимумымыз. Мүмкін алуға болатын 20 оқты 20-сында тигізіп 200 ұпай алуға болады. Ал ол 200 ұпай алған жоқ, ол 140 қана ұпай алды. Яғни не деген сөз? 200-ден 140 көп қой. Яғни Мараттың тимеген оқтарының саны да бар деген сөз. Тимей атқан деген сөз. Яғни осы біздің максимумымыз бенен осы 140-тың ортасындағы айырмашылықты табамыз, бұл 60. Бұл айырмашылық. Енді біздер әрбір тиген оқ пенен тимеген оққа берілетін ұпайлардың арасындағы айырмашылықты табамыз. Плюс 10 менен минус 5-тің арасындағы айырмашылық. Яғни 10-нан азайту керекпіз біздер минус 5-ті. 10-нан 5-ті азайтатын болсақ, минус 5-ті, мына минус пенен мына минус бізге плюсті береді, 10-ға 5 қосылады, сонда 15 болады. Дұрыс қой. Плюс 10 менен минус 5-тің айырмашылығы 15. Яғни мына шыққан максимумдардың айырмашылығын бір оқтардың айырмашылығына бөлеміз енді, 60-ты 15-ке бөлеміз, сол кезде 4 шығады. 4 дегеніміз бұл не? Бұл тимеген оқтардың саны. Не үшін? Себебі біздер барлығын ең басында тиген деп санадық, 20 оқтың барлығы тиген деп санадық, ол кезде 200 шықты. Бірақ та біздің 140 баллымыз бар, сондықтан біздің тимегендері бар деп, енді тимегендерін зерттеп көштік, сол кезде 4 деген бұл тиген жоқ, тимегендері. Ал енді барлығы 20 оқ, соның 4-еуі тимеген болса, қалған 16-сы тиген деген сөз. Сонда бұл есептің жауабы 16 болады. Бізден себебі межеге тиген оқтардың санын сұрапты. Түсінікті ғой? Түсінікті. Барлығыңызға сәттілік. Келесі видео сабақтарымызда көріскенше қоштаспаймыз. Аман сау болыңыздар. Барлығыңызға сәттілік тілеймін.